Ассалаумағалейкум. Қазақстан және Корея бойынша екі мемлекет арасында жұмыс визасы берілсін деп бастаған біздің үндеуімізді Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаттары да қолдады. Депутаттар қазақстандықтар үшін Оңтүстік Кореяға еңбек визасын алуды жеңілдетуді ұсынды. Мәжіліс депутаттар палатасында сөз бастаған Елнұр Бейсенбаев Оңтүстік Кореяда жұмыс істейтін қазақстандықтардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға шақырды. Бейсенбаев, Оңтүстік Корея біздің азаматтарымыз үшін ең тартымды елдердің бірі екенін, біздің азаматтарымыз шет елдерге барлық қиындықтарға қарамастан ақша тауып, отбасын асырау үшін баратындығын жасырған жоқ. Мәтіннің толық нұсқасын біздің Facebook желісінен оқи аласыздар. Құрметті қазақстандықтар, мен әрбір қазақстандықты осы үндеуге дауыс беріп, бізді қолдағанын қалаймын. Біз міндетті түрде жұмыс визасына қол жеткізетін боламыз. Ол үшін әрбір қазақстандықтың қолдағаны біз үшін маңызды болмақ. Оңтүстік Корея. Бұл елге қазақстандық азаматтар заңсыз еңбек ету үшін соңғы 6 жыл бойы туристік визаны арқау етіп жасырын барады. Ұлттық банктың ресми мәліметінше 2012 жылдан бастап 2019 жылға дейін Оңтүстік Кореядан Қазақстанға ақша аударымдар 1,7 миллионнан 105 миллион ақш долларына дейін өскен. Яғни 6 жылдың ішінде Корея елінен аударылған жеке қаржы көлемі 60 есеге ұлғайған. Біздің азаматтарымыз, оның ішінде жастар, қиындықтарға қарамастан осы елге ақша табу үшін баратыны анық. Сонымен қатар бұл елмен еңбек миграциясын реттеген 15 мемлекет болса, соның ішінде тіпті Қырғызстан, Моңғолия және Өзбекстан елдері бар. Бұл елдің азаматтары заңдық екі жақты келісім шарттың негізінде уақытша еңбек ету визасын алу арқылы жұмыс жасауға барады. Қазақстан бұл тізімде жоқ. Осыған байланысты мемлекет басшысы 2020 жылы қазан айында бірқатар елдерде қазақстандықтар заңсыз, жасырын жұмыс істеп жатыр. Мұндай жағдайда еліміздің азаматтары өзге елде тіркеу қиындықтары мен әртүрлі тұрмыстық мәселелерге тап болады дейді. Әсіресе бұл үдеріс пандемия жағдайында айқын көрініс тапты деп үкіметке мәселені шешуді тапсырған болатын. Дегенмен президент тарапынан берілген тапсырмаға 6 айдан астам уақыт өтсе де, еріксіз нәпақасын табу үшін кеткендердің жағдайын шешуді қолға алар емеспіз. Отанынан жырақта еңбегін пұлдап, нан табудың жолында жүрген азаматтарымыздың мәселесін кім шешпек? Біле білсеңіздер, 10 мың адам, ол 10 мыңдаған тағдыр мен олардың тілеуін тілеп жүрген 10 мың отбасы. Осыған байланысты үкімет мәселені ерекше бақылауға алып, Оңтүстік Корея мемлекетіндегі қазақстандықтардың заңды еңбек ету мүмкіндіктерін тез арада пысықтауы қажет деп санаймыз. Құрметпен Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары, Нұр Отан партиясының фракция мүшелері Елнұр Бейсенбаев, Юрий Жулин, Ерлан Саиров, Мади Ахметов, Айдос Сарым және Вера Ким. Рахмет.